Сәлеметсіздер ме оқушылар? Дене шынықтыру сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баскетбол ойыны. Бүгін сіздер баскетбол ойынның тарихын және ойынның негізгі ережесін, сонымен қатар баскетбол ойынның пайдасын білетін боласыздар. Баскетболдың отаны Америка құрама штаттары болып есептелінеді. Алғашқы ойын 1891 жылы жастар қауымдастығының оқу-жаттығу орталығында ұйымдастырылған. Сол кезде Канададан қоныс тепкен жас мұғалім Джеймс Нейсмит гимнастика түрін әрі қарай жетілдіру мақсатында жаңа ойын түрін ойлап тауыпты деседі. Баскетболды ағылшыншадан аударғанда баскет, себет, бол, доп болып аударылады. Алғашында ойынды футбол добымен өткізген. Ол жеміс-жидек салатын кәрзеңкенің түбін алып тастап, қабырғаға ілген. Сонымен қатар балкондағы адамдар допты ұстап ала бергеннен кейін кәрзеңкенің артына арнайы қалқан, яғни шит қойған. Арада бір жыл өткен соң Джеймс Нейсмит арнайы доппен қоса баскетболдың алғашқы 13 ережесін ойлап тапқан. Келесі суретте сіздер баскетболдың дамуын көріп тұрсыздар. Ең алдымен баскетболдың шыққан кездегі суреті, сонымен қатар қазіргі кездегі баскетбол ойынның суреттері бейнеленген. Баскетбол ойынның негізгі ережесі ол командадағы ойыншылар допты сақиналы себетке дөп түсіруі қажет. Қақпа жерден кем дегенде 3 метр биіктікте орнатылады. Себетке жақын жерден дәлдесе 2 ұпай беріледі. Ал егер доп 6 метрден немесе одан көп жерден лақтырылса, ұпай саны 3-ке көбейеді. Бір матч 10 минуттық 4 кезеңнен тұрады. Осы аралықта ойында есеп тең болып тұрса, төреші тарапынан қосымша уақыт қосылады. Кәсіби терминде бұны овертайм деп атайды. Баскетбол ойынның пайдасы қимыл қозғалыс әрекеттерін қалыптастырады. Сонымен қатар дене бітімінің дұрыс дамуына, салауатты өмір салтын ұстануға көмектеседі. Шапшаң әрі тез қимылдауға, тез ойлауға және де достық қарым-қатынастарды нығайтуға пайдасы зор. Сіздер үйде отырып зеріккен болсаңыздар, сіздерге арнайы сергіту сәтін ұйымдастырдым. Бұл сергіту сәтінде сіздер видеодағы жаттығуды қайталап, толық орындауларыңыз қажет. Жаттығуды орындаған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз және де арнайы спорттық киімде боламыз. Бұл жаттығуларды сіздер жалғыз емес, үйде ата-аналарыңызбен немесе бауырларыңыз, інілеріңіз, қарындастарыңыз болса, солармен бірге орындасаңыздар болады. Ендеше жаттығуды видеоны қайталап орындап көрейік. Бір дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кейін ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созыламыз. Қолды ауыстырып, оңға созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кейін ашып тұрыңыз. Қол 2 жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кейін ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқсын бірге қойып, қолды белде ұстаймыз.
асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Жаттығуды орындап болсаңыздар, сіздерге тапсырма. Танымал баскетбол ойыншыларын атаңыз. Екінші, сергіту жаттығуларын видео арқылы жолдаңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.